Барлықтарыңызға ассалямағалейкум. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Рыскүл. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай сүтпен иленіп дайындалатын бауырсақ пісіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттарымыздың барлығын осы видеоның астына толықтай жазып қоятын боламын. Ең алдымен бізге жылы сүтімізге ашытқымызды салып, яғни ашытқымыз дайын болғанға дейін бетін жауып қоямыз. Одан кейін қантымызды және де тұзымызды салып, араластырып, ұнымызды илегіштен өткізіп, жақсылап илеуге кірісетін боламыз. Яғни біздің қамырымыз қолымызға жабыспайтындай етіп илеп аламыз. Одан кейін бетін жауып көтерілгенше күтеміз. Көтеріліп болғаннан кейін қамырымызды екі бөлікке бөліп жаюға кірісетін боламыз. Қамырымызды өте жұқа қылмай, не қалың қылмай, орташа қалыңдықта жаюымыз қажет. Яғни қамырымызды жайып болғаннан кейін осылай домалақ бөліктерге бөліп аламыз. Бауырсағымызды қызып тұрған майымызға, яғни біртіндеп салып, асты қызарғанша, яғни пісіріп аламыз. Қызарып болғаннан кейін екінші жағына аударып, екінші жағында дәл осылай қызартып пісіріп алатын боламыз. Яғни қалған бауырсақтарымызды дәл осылай екі жағын қызартып, барлығын жақсылап пісіріп алуымыз қажет. Міне біздің бауырсақтарымыз өте тез дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеоның астына келесі қандай видео көргілеріңіз келеді, соны жазып кетіңіздер. Және де барлықтарыңызға ас болсын.